осыдан 2 жыл бұрын ба мен түрмен бүйрегім ауырады. Сосын Гуглға кіре саламын. Гугл братан айтты, бітті сенің бүйрегіңде тас бар еді. Соған сендім да мен де анализ тапсыруға бардым. Адан мен бүйрекке моча тапсырады екенсің ғой. Сөйтіп бардым. Сосын анализді талдау үшін врачқа жіберген урологияға да. Еркектер толып тұр қалдым да. Хорошо деймін да, мен бір өзім қыз емеспін. Бір жігіт мамасымен келген ғой. Сол қазір ойласам, бәйдік жігіт қой, неге мамасымен жүр деп ойлаймын соны ше. Сөйтіп тұр екен. Сосын мен де тұрмын очередьқа. Оказывается, бүйректі урология талдайды екен. Урология деген гинекологияның анонимі ғой. Антонимі. Екеуі бір-біріне жауық ше. Сондайға бардық. Bir кезде отырмын. Үйдіраттан очередьте тұрған қастарына 1-2 бала отыр күтіп бір нәрсе алмай. Бүйрегің норме, сідік норме дейді, осылайша ана жерде тұрып. Ойбай, кіретін жер таппай қалдым. Как будто туалетке бармайтын. Сосын бір кезде ойлаймын, сол жаңа есіме түсіп, неге бүйрекке бүйрекология деп бір өзіне не ашып қоймайды? Гинекология бар, кардиология бар, урология ол еркектің несін тексеретін, бүйрекке не қатысы бар. Бүйрек байғыз не қылмай баурология да жоқ қой бірақ. Сол кезде вакансияда көбейтін еді, біреу бүйрекология, біреу баурология, неге бәрін урологияға қатысам.